екінші мәселе қазір қозғалып жатыр екен. Ол мәселе осы Ражаб айына қатысты қандай бір абзалдықтарды айтқан хадистер бар ма, және осы Ражаб айында арнайы көрсетілген құлшылық түрі немесе оразалар бар ма, сол мәселеде түрлі көзқарастар қазір жан-жақтан шығып жатыр. Жалпы осы мәселеге қатысты ғұламаларымызды не деген, сол мәселеге де біз тағы бір тоқталып кеткіміз келіп жатыр. Қазір менің қолымда мынау Табиин аль-Ажаб фима варада фи фадли Ражаб деген имам Ибн Хаджар ал-Асқалани. Табиин аль-Ажаб фима варада фи фадли Ражаб, таалиф Абул Фадл Ахмад ибн Али ибн Хаджар ал-Асқалани. Имам Ибн Хаджар ал-Асқалани деген үлкен әхлі сүннаның ғалымының кітабы тұр. Ол кісі осы жерде Ражабтың артықшылығы жайында келген риуаяттардың баяны деп атайды кітабын. Сол жерде қандай хадистер келген, сол мәселеге тоқталып кетеді. Сол кісінің біраз сөздерін оқып берсек. Ол кісі айтады: «Лам ярид фи фадли шахри Ражаб вала фи сиямихи вала фи сиями шайин минху معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة». Ражаб айын тікелей атап келген, тікелей сол айға қатысты бір оның мынандай артықшылықтары бар деп келген бір нақты сенімді хадис жоқ, және соның бір түнінде тұрып құлшылық жасауға қатысты келетін нақты сенімді дәлелге лайық немесе дәлел болуға жарайтын ешқандай хадис дәлел жоқ дейді. Және вақад сабақани илал жазми бидзаликал имам Абу Исмаил Харауи хафиз. Бұны менен алдын имам Абу Исмаил Харауи секілді де ғалымдар айтып кеткен дейді. Рауайнаху анху би иснадин сахих, ол кісіден бұл сенімді санатпен келген дейді. Және одан кейін ол кісі бұл жерде жалпы Ражабтың артықшылығын білдіретін бір-екі келген хадистер бар. Ол жерде нақты сөз келмейді, бірақ мынандай хадистер бар дейді. Имам Насаи рахмахуллах келтіреді. Усама бин Зайд радиаллаху анху айтады: «Қулту я Расулаллах, лам арака тасуму мина шухури ма тасуму фи Шаъбан». Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айттым: «Ей Алланың елшісі, мен сені Рамазан айынан басқа айларда осы Шаъбан айындай ораза тұтқаныңды көрген емеспін» деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Зака шахрун яғфалу насу анху байна Ражаба ва Рамадан». Бұл айға адамдар көңіл бөлмей қояды, Ражаб пен Рамазанның арасындағы ай деді. Ражаб пен Рамазанның арасындағы ай. Сол осыған қатысты айтады: «Фахада фихи ишарун би анна фи Ражаба мушабахатан би Рамадан». Яғни бұл жерде Ражаб айы Рамазанға ұқсап кететін ай екендігі жайында бір сондай бір белгі бар деді. Яғни адамдар Ражабқа көңіл бөледі, Рамазанға көңіл бөледі, бірақ соның ортасындағы Шаъбанды ұмытып қояды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Бұл жерде адамдар Рамазанға көңіл бөлгенде Ражабқа да көңіл бөлетіндігі айтылып жатыр. Бұл жерде бір Ражабтың артықшылығы бар екендігі осы хадисте келеді. وفي تخصيصه ذلك بالصوم إشعار بفضل رجب. Және сондай-ақ адамдар мысалы Рамазанда ораза тұтқандай, Ражаб айында да ораза тұтатындығын білдіреді дейді. Бұл бірінші хадис. Одан кейін екінші хадис имам Абу Дауд Сунанында келтіреді дейді. Мужиба әл-Бахилиядан, оның әкесі айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп исламды қабылдайды, кейін тағы бір жылдан кейін келеді, жағдайы өзгеріп, яғни әлгі арықтап кеткен, нашарлап қалған. Сонда: «Я Расулаллах, әмә ta'рифуни, ей Алланың елшісі, мен танымадың ба?» деген кезде: «Уәмән әнтә, сен кімсің?» дейді. «Әнәл бахили ләзи жи'тука амал әуәл». Өткен жыл саған келген бахилимен ғой дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Фама ғайрук ва қад кунта хасанал хайа». Сен басқа адамға ұқсап кетіпсің ғой, алдын сәл толық едің деген кезде: «Ма акалту тааман мунзу фарақтука илля билейл». Сенің алдынан кеткеннен бері тек қана түнде ғана тамақ жеп жүрмін деді. Яғни күндіз ораза болып жүрмін деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Лима азабта нафсак», неге өзіңді азаптадың, неге өзіңді азаптайсың деді.
ары қарай айтты, сум шахра сабр ва яуман мин кулли шахр. Сабр айының оразасын тұт деді. Сабр айы деген Рамазан айы. Рамазан айының оразасын тұт, одан кейін әр айдан бір күн ораза тұт деді. Қала зидни, маған тағы да қосып бер дедім. Фа инна би қуа, менде денемде күш қуат бар, жетеді деп. Құм сум яумайн, онда 2 күн тұт деді әр айдан. Тағы да қосып бер дедім. Сонда сум саласата айям, 3 күн тұт деді. Кейін тағы да қосып бер деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сум минал харами минал хуруми ватрук. Харам айларында ораза тұт, және басқа бір айларда ораза тұтпай өткіз деді. Сум минал хуруми ватрук фақала би асабиhi саласа. Осылайша 3 рет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Яғни бұл Раджаб айы хурум, әлгі харам айларға кіреді. Құранда Алла субханаху ва тағала инна иддата шухури индаллахи 12 шахран фи китабиллах. Алланың кітабында айлардың саны 12, минха арбаатун хурум, соның ішінде 4 ай харам айлары деді. Сол харам айларына кіреді. Харам айларында ораза тұту бар, жалпы ораза тұтуды жақсы көрген ғалымдар бар. Бұл жайында мынау екінші бір қолымда кітап тұр. Имам Ибн Раджаб аль-Хамбали деген мухаддис ғалым, сол кісі мынау латаифул маариф фима ли мауасимил ами минал вазаиф. Яғни әр маусымда, жылдың әр айда қандай вазифалар бар, қандай амалдар істесе жақсы деген кітабы бар. Сол кітабында шахр Раджаб айына қатысты келген кезде айтады. Ва амма сияму, оразасына қатысты, фалам ясиха фи фадли сауми Раджаба би хусусихи шейун ан наби саллаллаху алейхи ва саллям ва ла ан асхаби. Енді Раджаб айының енді бір өзіне қатысты болған бір жеке бір мынау күнін ораза тұтсаң, мына күнін ораза тұтсаң, қазір бізде көп айтылып жатыр ғой. Бірінші күнін тұтқанға бұлай болады, екінші күнін тұтқанға бұлай болады, жетінші күнін тұтса бұлай болады, сегізінші күнін тұтса бұлай болады деп. Сондай бір нақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан сахабаларынан еш нәрсе келмеген дейді. Еш нәрсе келмеген. Валакин руя ан Аби Қалаба қала фил джаннати қасран ли сауами Раджаб. Бірақ Абу Қалабадан келетін бір риуаят бар. Сол жерде Раджаб айының ораза тұтушыларына жәннатта қасыр бар, яғни зәулім сарай бар деген осындай не бар дейді. Одан кейін басқа келген хадистер дейді, мынау қазір біз оқып берген хадисте айтады, сум минал хуруми ватрук, харам айларында ораза тұт және таста деген. Абу Дауд тағы басқалары келтіреді дейді, және Ибн Маджада келеді, сум ашхурал хурум, яғни харам айларында ораза тұт деген хадистер келеді дейді. وقد كان بعض السلف يصوم الأشهر الحرم كلها. Енді кейбір сәләфтар осы харам айларының барлығында ораза тұтатын дейді. Олардан Ибн Умар, Ал-Хасан Ал-Басри, Абу Исхақ және Имам Саури осындай ғалымдар осы харам айларында ораза тұтатын еді дейді. Харам айларында ораза тұтатын, бірақ ораза тұтқан кезде тура Рамазан айына ұқсап қалмас үшін бір 3-4 күнін жіберетін дейді арасында. 3-4 күнін, ол толық бір айды тұтатын, ол жалғыз ай бар, ол Рамазан айы. Рамазанға ұқсап қалмау үшін, бұны имам Шафиғи да, имам Ахмад да барлығы да айтып кетеді, толық оразаға ұқсап қалмау үшін арасынан күндер жіберіп, бірақ жалпы харам айларында ораза тұтуға қатысты, енді бұл Ибн Умар тағы да басқа да осындай ғұламалардан келеді, оны жасауға болады. Енді Умар радиаллаху анху оған келіспеген, сендер неге бұл айларды Рамазанға ұқсатып қоясыңдар деп ораза тұтпақшы болған адамдарды, немесе оразамын деген адамдарды ол кісі ұрып тамақ же деп аузын аштырады екен. Яғни бір осындай ғұламаларымыздың арасында ихтилаф болған мәселе бар. Ал енді жалпы Раджабтың өзіне қатысты, Раджаб айының өзіне қатысты нақты дәлел келмейді. Нақты дәлел келмейді. Имам Ибн Хаджар Ал-Асқалани рахмахуллах, ол кісі осы жерде хадистерді талқылайды. Соның ішінде қазір біздің арамызда тарап жүрген хадисті оқып берсем, соған қатысты имамдарымыз не дейді? Тағы да бұл жерде имам Ибн Хаджар Ал-Асқалани рахмахуллах әлгі әлсіз, өте әлсіз болған хадистердің ішіне, тоқыма хадистердің ішіне
бізде өкінішке орай кең тарап жүрген хадисті кіргізеді. Ол әлгі Ражаб Алланың айы, Шаабан менің айым, Рамазан үмбетімнің айы деген осы хадисті келтіреді. Бұл хадистің негізі жоқ. Бұл хадисті дәлелге келтірудің ешқандай қажеті жоқ. Ол өте әлсіз болған хадис. Міне әлгі әлсіз хадистер дейді. Соның ішінде 7-ші хадис: Хадису Ражаб шахруллах ва Шаабану шахри ва Рамадану шахру уммати. Ражаб Алланың айы, Шаабан менің айым, Рамазан менің үмбетімнің айы дегенді ол кісі айтады. Хуа санадун мураккаб. Бұның әлгі хадисті жеткізушілердің санады дейді, ойдан құрастырылған санад дейді. Ойдан құрастырылған санад бұл яғни жалпы тоқыма хадис екендігін осы жерде имам Ибн Хажар Асқалани рахмахуллах айтып кетеді. Одан кейін соған қатысты ұзақ келген хадистері бар екен, оның барлығы жалпы әлсіз екендігін айтады. Одан кейін біздің қазір арамызда тарап жүрген хадис мына хадис 14-ші хадис ретінде келтіреді. Әлгі Табиюнул Ажаб фима варада фи фадли Ражаб деген кітабында 14-ші хадис келтіреді. Әлсіз хадистерді санап береді. Әлгі бірінші дәлелге жарайтын екі хадисті келтіреді. Ол жерде жалпылама келген. Нақты мынанша күн ораза тұтсаң деген нәрсе жоқ. Яғни әлгі адамдар бұл ұмытып қоятынай Шаабан, Ражаб пен Рамазанның арасында дегенде Ражабтың ішінде мынандай ораза тұтсаң, мынандай деген сөз жоқ. Одан кейінгі әлгі харам айларында ораза тұт деген ол жалпылама келген. Ал енді жеке келген хадистерге тоқталады. Соның ішінде мына 14-ші хадис: Мән сама яуман мин Ражаб кана касиями сана. Кімде-кім Ражаб айының бір күнін тұтса, бір жыл ораза тұтқандай болады дейді. Ва мән сама саб'ата айямин ғулиқат анху абуабу джаханнам. Кім 7 күнін тұтатын болса, оған тозақтың есіктері жабылады. ومن صام 8 أيام فتحت له 8 أبواب الجنة. Кім 8 күн тұтатын болса, оған жәннаттың 8 есігі ашылады деген. ومن صام 10 أيام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. Кім 10 күн тұтатын болса, Алладан не сұраса да береді. ومن صام 15 يوما نادى مناد في السماء قد غفر لك ما سلف. 15 күн тұтса, шақырушы аспанда шақырады дейді, сенің алдыңғы істеген күнәлерің барлығы кешіріледі. Фастани фил амал, амалың жалғастыра бер. Ва ман зада задахуллах, кім тағы да қосса, оған тағы да жақсылығын қосады дейді. Және ва фи шахри Ражаб хумила нухин ас-сафина фасам. Нух кемеге мінді, ораза тұтты, және жандағыларға ораза тұтуға бұйырды деген осы хадиске қатысты айтады. Имам Бухари оны Дуафа кітабында келтірген дейді, және оның санадындағы адамдар жайында Каззабаху Ибн Хиббан жалғаншы деп айтқан дейді. Ішіндегі кейбір адамдарды Абдул-Азиз ибн Саид ан абихи осы хадис жайында. Одан кейін ва ажма аля аиммату аля дафи, бұның әлсіздігінде ғұламалардың арасында бір ауыздан келісім бар дейді. Және тура сол секілді тағы бір риуаят: Ражаб ұлы ай, онда сауаптар еселенеді. Ол айда кім бір күн ораза тұтса, бір жыл ораза тұтқандай болады. Кім 7 күн тұтса, оған тозақтың 7 есігі жабылады. 8 күн тұтса, 8 есігі ашылады деген осының барлығын тағы да келтіретті. Одан кейін ол кісі бұл хадисінде әлсіз екендігін осы кітабында айтып кетеді. Әлсіз болғанда да, яғни әлгі дәлел болуға жарамайтын деңгейдегі өте әлсіз хадистер. Имам Ибн ал-Джаузи әл-Маудуат, тоқыма хадистер деген кітабында да осы мәселені айтып кетеді. Соның ішінде, яғни салатун фи Ражаб, Ражаб айындағы намаз деді. Ол осы Рағайб түніндегі намаз деп кейбіреулер WhatsApp-тан сообщениеден жіберіп жүр. Әлгі мынанша намаз оқысаң, оның Фатихадан кейін Ихласты мынанша рет оқысаң, мынанша қылсаң, одан кейін мынанша рет тәсбих айтсаң, бұлай болады деп келетін осындай хадистер таратып жатыр. Оның барлығы жалпы бұл тоқыма жалған хадистер болып табылады. Енді кімде-кім ораза тұтам десе, ол жалпы харам айларында ораза тұту мәселесі біз қазір көргендей ғұламаларымыздан келген мәселе. Көп ораза тұтуға болады.
бірақ Рамазанға ұқсап қалмау үшін толығымен бағанағы 30 күнін ораза ұстауға болмайды. Арасында күндер жіберу керек. Ал енді мынау 7 күн тұтсам мынандай болады, 8 күн тұтсам мынандай болады деген мәселе бұл негізі жоқ мәселе болып табылады. Соның ішінде мынау уаминха салатыр рағайып намазы, яғни бұл да әлсіз, ішінде мысалы ішіндегі риуаятшылар жайында айтады. Фанасабуху илал казиб, он жалғаншы деген біреуін, екінші біреулер риджалуху мәжхулун, белгісіз, сенімсіз, таныс емес адамдардың риуаяты деп, бұл намаздың да дінімізде негізі жоқ екендігін айтады. Яғни бұл жерде имам ибн Хаджар ал-Асқалани қанша мына жерде 22, 23, 24, 25, яғни бірнеше 30 шақты келген, немесе 30-дан да көп екен. Бұл жерде 38 хадис келтіреді. 38 хадис, соның ішіндегі әлгі 2 хадис ғана ол жерде тікелей келмеген. 2 хадис ғана сол айдың артықшылығын білдіретін хадистер дейді. Ол жерде де жалпы бұл айды ерекшелемеген, оны харам айларға кіргізеді. Ал мынау 8 күн тұтсаң мынандай болады, 9 күн тұтсаң мынандай болады деген секілді нәрсе, бұл негізі жоқ хадистерде келетін хабарлар. Иншалла, яғни бұны да біліп жүргеніміз дұрыс болады. Себебі бізде кейде уағыз кітаптарынан хадистерді алып алады. Негізінде көптеген уағыз кітаптары бар, ішінде өте әлсіз, кейде тоқыма хадистерде келеді. Мысалы, Қутул Құлуб кітабы болсын, Танбихул Ғафилин кітабы болсын, имам Самарқандидің, немесе имам Абу Хамид ал-Ғазалидің Ихя улумуддин кітабы болсын, оның ішінде де әлсіз, кейде негізі жоқ хадистер көп келеді. Енді ол шілей қатты әлсіз емес деп білген шығар, немесе әлсіз хадисті бір нәрсенің артықшылығын фадайлы үшін риуаят етуге болады деп келтірген шығар. Енді ол кісілердің бір өзінің үзірі бар шығар. Бірақ негізінде, мысалы, біз өзіміз орталық мешітте сабақ беріп жатырмыз Ихя улумуддин кітабы бойынша. Енді ол өте керемет кітап, ондай кітап жазылмаған, адамның ішкі жан дүниесін тәрбиелеуде, адамның ішкі жаман қасиеттерін қарастыруда ондай кітап жазылмаған. Бірақ соның өзін біз оқыған кезде имам Ал-Айрақи бұл үлкен мұхаддис ғалым. Сол кісі әлгі кітаптағы келген хадистердің барлығын үкімін беріп кеткен. Кітаптың астында екеуі бір кітап болып басылған. Астында мысалы бір деп келеді, бұл хадис мынандай, немесе негізін таба алмадым, бұл хадис хасан, немесе әлсіз, немесе былай, негізгі дұрыс сөзі былай келеді деген секілді. Сонымен қарап отырып біз береміз. Егер онымен қарап отырмасақ, онда біз мұхаддис емес, біз оның ішінде кейде негіз жоқ басқа хадистерді риуаят етіп жіберуіміз мүмкін. Яғни бұндай мәселелерде негізі біз осындай арнайы ғалымдарға қайтқанымыз дұрыс болады. Жалпы Ражаб айына қатысты ғұламаларымыздың пікірі осы. Сол үшін де жалпы кейбір уағыз кітаптарда келетін хадистерді кейде алып құтпаларда айтылып кетіп жатады. Негізінде енді шынайы мамандардың, хадис мамандарының ол хадистерге берген үкімі, бағасы осы. Аллаху тағала а'ламу ахкам. Алла тағала жақсырақ білуші. Алла субханаху тағала баршамызға разы болсын. Иншалла осы харам айын, одан кейін келе жатқан Шаабан айын, Рамазан айын иншалла дұрыс пайдалануды нәсіп етсін. Имамдарымыз бұл жерде енді жалпы, мысалы имам ибн Хаджар ал-Асқаланидің өзі бұл жерде осы 3 ай жайында айтады. Ражаб айы бұл жеміс егу айы, жеміс отырғызу айы. Шаабан айы соны суғару айы. Рамазан айы сол жемісті жинайтын ай деді. Яғни бұл иншалла сол оразаға бір дайындық көріп бастайтын ай болып табылады. Иншалла Алла субханаху тағала сол уақыттарды дұрыс пайдалануды баршамызға нәсіп етсін. Алла разы болсын баршаңызға.